Сәлеметсіздер ме? Көрермендерімнің арасында қызығушылық танытып жатқан кісілер бар екен. Солардың сұрақтарына жауап бере кетейін. Арты не болды деп сұрап жатқан кісілердің сұрағына жауап бере кетейін деп шештім. Бұл енді сиқырлы өнімдерді ғалымдар шығарып берді. Ендігі кезек халыққа жеткізу керек қой. Жеткізу ол үшін аптекаларға берген. Шығарып өңдеп шығарғаннан кейін. Бірақ аптекаларда күткендей нәтиже болмайды. Не үшін? Себебі халық танымайды бұл өнімдерді ол кезде. Ал ғалымдарға бұл өнімдерді тез халыққа таныту үшін олар сондай адамдарға жаны ашитын адамдарды іздейді да, сондай іздейді. Сосын осы Қазақстаннан ондай кісілер табады. Яғни жаңағы дилерский компаниялар деп айтылады ма? Сондай кісілер іздеп тауып, солармен бүкіл составын таныстырып, адам ағзасына ешқандай зияны жоқ екенін дәлелдеп, заводқа апарып қалай жасалынып жатыр. Бұл өнімдер классический музыкамен, сүрелермен дайындалады екен. Ана заводтағы адамдар, енді видеосын көрген мен, заводтағы адамдардың әрбір перчатка, мынандай бас киімде, как положено, халатта, бәрі қатал қарайды екен. Және жұмысқа келгенде ол өнімдерді шығарып жатқан кісілер, настроениесі төмен болып, или негативте келмеу керек екен. Не үшін? Себебі естігенім, бұлардың барлығы өнімге влиять етеді екен. Сондықтан бар отасында камера бар деп естідім. Жаңағы келген адамның бірінші түріне байқалып, сосын барып кіргізеді екен. Сосын жаңа заводтың ішінде классический музыкалар, домбыра, сүрелер, солар қойылып тұрады екен. Оказывается, жаңағы суды мен осыған сенбей, су жайлы тағы да тиктоктан іздеп көргем. Су кәдімгідей негатив сөзге кәдімгідей өзгереді екен ғой. Жаман, ана суға қарап тұрып, жаман боқтық сөз айт, жаман айтсаң, ана судың түсі өзгеріп, ана немен лаборанттар қарайды екен ғой. Сол атын есіме түсіре тұрмын, тексергенде ана су жаман болып өзгереді екен. Ал kada ана суға қарап, постоянно жақсы күліп, сөйлеп, жаңағыдай сүрелер қойған кезде, анау кәдімгі снежинка болып, әдемі рисунок шығарады екен ғой сушы. Алла, соны көріп мен өзім шок болғам. Міне солай тексергеннен кейін олар, бұл енді сиқырлы өнімдер тек қана шөптің сығындысы емес, ол сумен араласып қабылдау керек қой адам. Сол үшін жаңағыдай музыкаларды қойып қоятын болған. Және де оны жаңағы дилерский компаниялар зерттеп заводтарына барғанда өз көздерімен көріп, өз құлақтарымен естіп, сосын барып қолға алған ғой. Ол Қазақстанымыздың жас қыздар мен жігіттер, машалла, оларға Алла разы болсын. Егер олар болмағанда біз білмейміз ғой бұл өнімдерді. Естімес те едім. Мен қаншама өзім жақындарыма, қанша кісілердің өмірге қайтуына себепші болдым әуелі. Әр қайсының рахмет айтып, бақытты бол, айналайын балам, рахмет айтты. Түнгі ұйқым тыныш болды. Менде осындай онкологический диагноз, мен осыдан қиналып жүргем деп неше түрлі адамдар бар, онкологиямен ауырған. Мен оларды болашақта сіздерге живой видео ретінде олардың үйіне барып па, или кездесуге шақырып па, түсіріп беремін, дәлелдепші. Солай енді халыққа көп көмегі тиіп жатқаннан кейін ол кісілер алады да қолдарына алып, ғалымдармен 25 жыл договорға отырып, осы өнімдерді жарыққа шығарады. Яғни дилерский компания ешқандай жарнама жасамай-ақ адамдар бір-біріне жарнама болсын. Мысалға мен ойлаймын, сіз Магнумға бардыңыз, Магнумда қант арзан. Ойбай, мен сразу аламын да бүкіл туған туысыма звондаймын. Бәленше кел, мында қант арзан, алып ал. Бірақ Магнум маған осыны ақша төлемейді, не туысқаным маған осыны ақша төлемейді. Рахмет айтады, оның өзі шүкір. Бірақ бұл жерде олардың ойлағаны адамдар тек қана рахмет айтып емес, осы өнімдерді алып ішу үшін олар осы өнімдер арқылы табыста келсін деп мындай маркетинг ойлап шығады екен да. Маркетингке осы өнімдерді байлайды. Солай жаңа кез келген адам бірінші алып, осы өнімдерді өздеріне қабылдап, өзіндегі нәтижені көріп, туған туысымен бөліседі, көрші қолаңмен, солай бір-біріне көмектесе отырып, оларға табыс келе бастаған. Соны жасаған Мадияр мырза, Айман ханым, Мадина ханым, және ол кісілермен тікелей кездестім. Сенесіздер ма? Осыған дейін мен қаншама жаңағыдай компанияларда істедім. Істегенде, то есть продукцияларын алып шықтым, өзім бір денсаулығыма байланысты, бір өмірде күйеуім жете алмай жүрген үлкен арманымыз бар еді. Солай ішіп, қанша жыл, қанша жерге миллиондап ақша тастадық, бірақ ешқандай нәтиже болмады. Ой, Аллай,
толқысып кетемін бұл өнімдерді айтқан кезде бар ғой, прям деген жалғым келіп кетеді шындығы. Себебі қанша адамға себепші болып жатырмыз ғой. Ешбір сол өнімдерді қабылдағанда ешбір адамнан сондай от души, мына айтады ғой, душа радуется дейді ғой, рахметін айтқан кезде мен олардан прям шын жүрегімен рахмет айтып тұрған сезінген емеспін да. Ал мына өнімдерді мен әркімге ұсынып берген кезімде ана кісілер шынымен рахмет айтып шынымен шын жүрегімен беріп тұрған қалай сезінемін. Менде мына прям жылағым келіп кетеді да, жылағым келіп сол адам жазылғанына шүкір етіп, алла шүкір, мен сол кісіге себепші қылғаныңа шүкір, оның өзі үлкен сауап қой. Сөйтіп күннен күнге жақсы көре бастадым. И және жаңа Алматыда головной офисі бар ғой, ол кісілердің офистеріне бардым, қарасам аура басқаша, совсем басқаша. Ана жерден кірсең шыққың келмейді. Барлық адамдар күліп тұр. Ешбір адам басында проблема жоқ сияқты да, бір басқа әлемге кіріп қалған сияқтысың. Және ол өнімдер, цифрлы өнімдер жарыққа шығарған кісілер, Мадияр Мырза, Айманхан, Майдина, қарапайым ғой. Представляете, қанша компанияның барлығын алып шыққенде мен президенттердің тек қана суреттерінің жанында суретке түсетінмін ғой. Өмірде ешқашан живой көрмеген, ол қандай адам екен деп көруді армандайтын. Ал мына сиқырлы өнімдерді іздене отырып, оны жарыққа шығарған адамдарды тікелей көріп, тікелей тілдескен. Өте қарапайым, кез келген сұрағыңа жауап берді. Мен сондай таңғалдым. Адам деген осыншама кең болады екен ғой. Шүкір, енді ол әрине кең, потому что ол солай адамдарға тезірек жетсе екен, адамдар осымен емделіп кетсе екен, қаржылық жағдайын жақсарып алса екен деген шын ниетте бастағаннан кейін деп ойлаймын. Олар сондай кең, қарапайым. Олармен тілдесіп, керекті сұрақтарыма жауап алғам. Мына сұрақтарыңызға толық жауап бере алдым деп ойлаймын. Егер табыс көзі бұл өнімдермен жұмыс жасағым келеді, мен үйде сияқты отырған анамын, балдарым көп, бір күйеуім зарплатасы жетпейді, бір айлықтан бір айлық қиналып кетті, кредит бар, қарыз бар, осылардан шыққым келеді, көмектесе аласыз ба деген кісілер болса, пожалуйста, келіңіздер. Әрбіріңіз өміріңізді өзгертіп, денсаулығыңызды өзгертіп, әуел Алла, сосын Алла тағалам себепші мені қылып тұрса, әрине қолымнан келген бәрін жасаймын, тырысамын, чтобы сіз әуелі өзіңіздің денсаулығыңыз, содан кейін бала шағаңыздың, содан кейін өздеріңіздің армандарыңыз бар, мақсаттарыңыз бар. Әрбіріміз өзіміз шетелге көргіміз келеді, әрбіріміз бір жақсы өмір сүргіміз келеді. Ақшадан ақшаға қиналмай, бала шағамның керектісін алып берсем жеуге, бала шағамды шетелде оқытсам, әрбір ананың арманы, баласы идеальный болып өскенін қалайтын. Солар егер сондай өзгергім келеді десеңіздер, маған жекеме шығыңыздар, әрине мен көмектесем, әуелі Алла, иншалла қолымнан келгенше тырысам, сіздер осындай проблемалардан шығарыңызға жол көрсетемін, инструмент беремін қолдарыңызға, кез келген бизнесті жүргізіп кете алатын, дөңгелетіп жүргізіп кете алатын бизнесті берем, және оны жақсы үйрететін кісіге жіберем, өзім үйренген, өзім ұстазым да ол. Сол кісіге направить етем, ол да прям сондай, қалай айтсам екен, қарапайым, бұрыннан танитын адам сияқты, ол мен біз бірінші кездесіп сөйлескеннен бастап кәдімгідей жарасып кеттік сөздерімізші, ол мен түсінеді, мен оны түсінемін. Хотя ер азамат үйде отырған әйел адам түсіну қиын ғой. Мен көп нәрсені түсінбей, анау не, мынау не деп сұрап отырам, бәріне сабырлы жауап беріп, мен осы YouTube каналды ашып жүргізуіме алғашқы себепші кісі Алланың берген деп айтсам да болады. Құдай бере салған маған соны, осы жолым ашылу үшін. Сол кісіге направить ете аламын, сол инструментті алып сізде мен сияқты жұмыстанып кетуіңізге. Мысалы, тағы да сұрақтарыңыз болса күтемін. Сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.